Өнер көкке жеткізер. Би өнері жан мен қозғалыстың үйлесімі. Өнер адам баласының рухани әлемін, ішкі сезімін, ойы мен қиялын бейнелейтін ерекше күш. Қазақ халқында өнер көкке жеткізер деген сөз бар. Бұл сөз өнердің адамды тек танымал етпей, сонымен бірге рухани биікке көтеретінін білдіреді. Өнердің сан алуан түрінің ішінде би өнері ерекше орын алады. Себебі би тілсіз тіл. Ол арқылы адам сезімін, қуанышын, мұңын, тіпті өмірге деген көзқарасын білдіре алады. Бүгінгі таңда би өнері дәстүрлі сахнадан шығып, әлемдік мәдениеттің ажырамас бөлігіне айналды. Әсіресе американдық хип-хоп, поп-би және корейлік кей-поп бағыттары жастар арасында кең таралған. Бұл бағыттар тек қозғалыс қана емес, жастардың өзін-өзі көрсету, еркіндік пен креативтілікті сезіну жолы болып отыр. Мен би өнерінің қазіргі қоғамдағы рөліне, оның жастарға әсеріне және мәдениеттерді біріктіретін күшіне тоқталамын. Бірінші, би өнерінің мәні мен қоғамдағы рөлі. Би ежелден келе жатқан өнер түрі. Ежелгі заманда адамдар би арқылы табиғатқа табынған, қуанышын, жеңісін немесе мұңын білдірген. Қазақ мәдениетінде де би ерекше мәнге ие. Қара жорға, бүркіт биі, айжан қыз сияқты ұлттық билер халқымыздың тұрмыс тіршілігін, мінезін, өмірге деген көзқарасын білдірген. Қазіргі заман биі мәдениеттер мен ұлттардың өзара байланысын көрсете алатын құралға айналды. Би арқылы тіл білмейтін адамдар да бір-бірін түсіне алады. Бұл би өнерінің ғаламдық тілі бар деген сөз. Екінші, американдық хип-хоп және поп биінің ерекшелігі. 1970 жылдары Америкада дүниеге келген хип-хоп мәдениеті тек би емес, тұтас өмір салты болды. Оның негізінде еркіндік, өзіндік стиль және ішкі энергия жатыр. Хип-хоп биі жастарға еркін ойлау, шығармашылықпен өзін көрсету, сеніммен қозғалу мүмкіндігін берді. Поп мәдениетінде әсіресе Майкл Джексонның аты ерекше аталады. Ол би өнерін жаңа деңгейге көтеріп, Moonwalk сияқты қозғалыстарымен әлемді таңғалдырды. Поп биі бұл эмоция, стиль және сахналық мәдениеттің үйлесімі. Бұл бағытта әрбір қимылдың мағынасы бар, ал би музыкамен тұтас бір сезімге айналады. Кей-поп және заманауи Азия мәдениетінің ықпалы. Бүгінде корейлік кей-поп мәдениеті тек музыкамен емес, ерекше би хореографиясымен де танымал. Әсіресе BTS, Blackpink, EXO, Stray Kids сияқты топтардың жетістігі кәсіби хореография мен сахна мәдениетінің нәтижесі болып саналады. Кей-поп билері дәлдік, синхрондылық және сезімге толы қимылдарымен ерекшеленеді. Бұл бағыт жастарды тек би үйренуге ғана емес, тәртіпке, еңбекқорлыққа және топтық рухқа баулиды. Әрбір кей-поп биі артында үлкен дайындық, өз-өзіңді дамыту және ұжымдық жауапкершілік жатыр. Кей-поп арқылы көптеген жастар өз армандарын жүзеге асырып, әлемдік сахнаға жол ашты. Бұл өнердің шын мәнінде көкке жеткізер күш екенін дәлелдейді. Келесі, бұл би өнерінің жастарға әсері және өз-өзін дамыту құралы туралы айтып кететін боламын. Би тек сахналық өнер емес, адамның ішкі әлемін емдейтін, сенімді арттыратын күш. Психологтарда би терапиясын адамның эмоционалдық денсаулығына пайдалы деп айтады. Қазіргі жастар би арқылы өз мәдениетін танытып қана қоймай, басқа елдердің мәдениетінде құрметтеуді үйреніп жатыр. Би тіл мен шекараны білмейтін өнер. Ол адамдарды біріктіреді, достастырады және рухани дамуға жетелейді. Менің ойымша, әр жас адам өмірінде бір рет болса да би өнермен айналысып көру керек. Себебі ол адамның ішкі еркіндігін ашады, сенімді арттырады және өмірге деген көзқарасын өзгерте алады. Қорытындылай келе, би өнері тек қозғалыс емес,
жүрек пен жанның әуені. Американдық хип-хоп, поп және кей-поп мәдениеті қазіргі заман жастарына жаңа шабыт беріп, өзін-өзі дамытуға мүмкіндік ашып жатыр. Би өнері арқылы жастар шетелдік мәдениетпен танысып қана қоймай, өз елінің өнерін де әлемге таныта алады. Сондықтан би тек сахналық сұлулық емес, рухани көпір, мәдениеттерді біріктіретін күш. Менің ойымша, өнер көкке жеткізер деген сөздің шынайы мәні ол адамның өз дарынын табуы, оны қоғам игілігіне жұмсауы. Би мен үшін сол биікке апарар жолдың бірі.